Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін қазақ асханасының тағамы кандюбені дайындайтын боламыз. Қамырдың әрбір қабатты бірікпей және де еті өте жұмсақ болып пісетін осы тағамды жасап көруге баршаңызға кеңес беремін. Ол үшін ең алдымен қызып тұрған майымызға ірілеп туралған етімізді саламыз. Одан кейін еттің суы тартылғанша толықтай қуырамыз. Еттің суы толықтай тартылғаннан кейін үстіне пиязды салып тағы да қуырамыз. Ет толық қуырылып болған соң оған сәбіз және де тәтті бұрыш, сарымсақты қосып тағы да араластырамыз. Ең соңынан осылай ірі етіп туралған картобымызды және де дәміне қарай тұз, лавр жапырағы, түрлі дәмдеуіштерді қосуларыңызға болады. Мен карри, кориандр, базилик сияқты дәмдеуіштерді қостым. Сондай-ақ бір ас қасық томат пастасын салып, үстіне қайнап тұрған суды құйып, барлығын жақсылап бір араластырып, 1,5 сағаттай пісіреміз. Ендігі кезекте қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін суға тұз, жұмыртқа және сары майды қосып бір араластырамыз да, артынан ұнды салып, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды 30 минутқа тынықтырамыз. Одан кейін осы қамырымызды 3 бөлікке бөліп, жұқа қамыр илейтін боламыз. Жұқалап жайылған қамырымызға сұйық майды жағып шығамыз. Одан кейін алдын ала дайындап қуырып қойған пиязымызды осы қамырдың үстіне орналастырып шығамыз. Егер пиязды ұнатпайтын болсаңыз, сәбізбен алмастыруға болады, немесе еш нәрседе салмауға болады. Одан кейін осы қамырымызды рулет етіп орайтын боламыз. Рулетті осы видеода көрсетілгендей етіп, әдемілеп кесіп шығамыз. Одан кейін етті қоспамызға осылай қамырды орналастырып шығамыз. Қамыр сорпаға батпауы тиіс, яғни тек осы буына пісіп шығу керек. Орналастырып шыққаннан кейін бетін жауып 30-40 минут пісіреміз. Піскеннен кейін осылай әдемілеп қамырын шетіне еттің ортасына қойып ұсынатын боламыз. Ауызашарға осындай ерекше тағамды дайындап, қонақтарыңызды, отбасыңызды қуантыңыздар. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын.